Қаракөр YouTube каналында нөбеттегі подкаст. Бүгін мәңгі бұлақ хақында пікірлесеміз. Біздің YouTube каналымызға басқа да социалдық тармақлардағы беттерімізге ағза болың, лайк басың, қолдап қуатла. Мәңгі бұлақ поэмасы Эудемустың ең белгілі шығармаларының бірі. Бұл негізінен сахнаға арнап жазылған ол драмалық поэма. Бұл шығармада әрқилы тарихи образдар, мифологиялық қахармандар қатысады. Ол фантастикалық сюжетке ие, жағынан фантастикалық поэма. Сол үшін де онда басынан аяқ қызықлы сюжеттері бар. Поэманың басылымын оқаты Асқар есімді жігіт өзінің әкесін әжел ойпатлығына апарып тастау оқиғасымен басталады һәм бұл сол дәуірлерде дәстүр болып есептелінеді. Яғни 100 жастан асып кетсе, егер адам оны перзенттері сол әжел ойпатлығына апарып тастау керек болады. Һәм жолда кетіп бара жатқан кезде демалу үшін бір тастың үстінде отырады, һәм сол жерде тастың үстінде отырғанда ғары сол тастағы жазуды көріп, мен өзім әкемді апарып тастап жатырған кезде осы тасқа пәлен ұрыс жылында мен әкемді апарып тастадым деп жазып қалдырған едім, мынау осы тас деп айтады. Сонда Асқар айтады, ол ұрыс жылы болған уақытта сіз сол жаста болып әкеңізді апарып тастаған болсаңыз, демек сіз 50-100-ге шықпағансыз, 90-ға шыққансыз. Һәм сіздің 10-лаған жыл уақытыңыз бар. Қазір ізге қайта берейік, 10 жылдың ішінде я ешек өлер, я хан өлер дегендей деп ізге қайтады. Сол жердегі өзіне жараса философиялық сөйлеулер болады. Яғни өмірдің шерін екендігі, адам өмірге тоймайтындығы хақында философиялық сөйлеулер болады. Һәм сол уақытта параллель тәрізде Искендер, яғни Александр Македонский, сол өзінің ләшкеріменен Окс дариясы бойына жаулап алуға келген болады. Һәм ол да сол Искендер Зұлхарнайн осы жерде поэманың мазмұны бірінші ашылады. Яғни Александр Македонский мәңгі бұлақты, яғни ішкеннен кейін инсанды мәңгі өлмейтұғын, қылатұғын, мәңгі өмір сүретұғын, қасиет бағышлайтұғын бұлақты іздеп жүрген болады. Һәм жар ұрдырған болады, сол бұлақты тауып әкеп берген адамға патшаның сыйлығы бар деп. Һәм Асқар әкесінің бағдарлағаны бойынша сол мәңгі бұлақтың суын тауып Александр Македонскийге әкеп береді. Һәм сол уақытта патша тілегіңді деп айтады. Сол уақытта Асқар Александр Македонскийден тілейтұғын нәрсесі. Енді сәл ізге қайтамыз. Һәм сол дәуірлерде дарияның суы толып тұру үшін халықта үрдіс болады жан құрбан қылу. Яғни сол Асқардың сүйіктісі Анисия өзін құрбан қылажақ болып тұрған болады. Һәм Асқар Александр Македонскийден сол нәрсені тілейді, яғни өзінің сүйіктісінің жанын құтқарып қалуды. Һәм патша бұны қабылдайды, һәм Александр Македонскийдің қабылдайды, һәм Анисияны алдына шақырады. Һәм Александр Македонскийдің өзі де Анисияға ашық болып қалады. Бұл елде әділ патша Аязхан образда диққат тартарлық, себебі сол елдің патшасы Аязхан, енді оның және сұлу қызы Анисия образлары бұл жерде қалқып шығады. Асқар сол патшаның қызына ашық болады, олар бір-біріне күйеу қойған, бірақ сол жылдары жоғарыда айтылғандай су кемтаршылығы дейміз бе, дария суының тартылуы халықты қиын жағдайға салып қояды. Һәм сол әділ патша деп танылған Аязхан өзінің қызын құрбандыққа шалуға қарар етеді. Қыз һәм өзінің елі үшін, халқы үшін өзін құрбан қылуға таяр тұрады. Ал Асқар болса, сол патшаның тілегін орындау есесіне өзінің қалыңлығының аманлығын сорап алады. Һәм бірақ онан алдын Анисия Александр Македонскийменен сөйлескен болады. Һәм ол бірақ Асқардың бұл патшаның тілегін орындауы негізі Анисияменен байланыслы еді. Себебі бір тауса бұл сен іздеп жүрген мәңгі бұлақты менің қалыңлығым, менің ярым Асқар тауып береді деп Анисия, яғни сол елдің әділ патшасы Аязхан патшаның қызы сілтеген болады. Бірақ ол Анисияның тағдыры да аянышты, себебі сол елдің дәстүрі бойынша дария суының қайтып кетуі халықты қауетерге салып, жан құрбан қылу керек болады. Һәм бұл құрбан қылу жан сипатында сол патшаның көззал қызы Анисия таңланған еді. Анисия өзін елінің абаданшылығы үшін құрбан қылады, ал Асқар болса өзінің ярының жан аманлығын алып қалғаны менен оны құтқарып қала алмайды.
Бұл жерде кейінгі уақиялар ол екеуінің мұхаббаты, Асқардың ярына садықлығы менен уақиялар давам етеді. Шығарманың ортасында уақиялар кескін бұрылысқа ұшырайды, яғни мәңгі бұлақ суын ішкеннен кейін Македонский оның ұстазы Аристотель һәм әскер басшысы Птолемей үшеуі эрамыздан алдыңғы 300 жылдан біздің эрамыздың 3000 жылына түсіп қалады. Яғни ең рауыжданған дәуірлердің біріне түсіп қалады. Бірақ олар үшін 3000 жыл бейтаныс, олар бұл дәуір үшін өзге адамдар, һәм ешкім танымайды, бұл жердегі жағдайды адамдар көріп еш нәрсеге түсінбейді. Аң-таң жүреді. Олар ең дәстеп бір тастың баурайында оянады, оянғаннан кейін екі гидрологты. Сол гидрологтың біреуі Қарабақ жігіті болады. Қарабақ жігіті қасында итальян қызы болады, екеуі гидролог. Олар Арал теңізіне океан арқылы су құйып жатқан болады. Сол күннің өзінде олар жәмиетке әстен бейімдесіп, адамдарға араласады һәм тарихи музейге барып қалады. Тарихи музейде өздерін табады. Шығармадағы ең алдыменен диққатымыз тартатын нәрсе бұл жоғарыда айтқандай фантастикалық поэма болғанымен, бұнда тек қана автордың шеберлігі неде көрінеді, ол көптеген тарихи уақиялықлар менен мифологиялық сюжетлердің бір шебер интеграциясын көрсеткен, яғни бізге таныс болған 100 жастан кейінгі адамларды ажел ойпатлығына алып барып таслау уақиясы, сондай-ақ шығарманың ішінде Сулайман патшаның келесі, Аязхан патшаның уақиялары, сондай-ақ Тумарис поэмасына сілтеме беріп кетіледі, яғни бұл жыр Мәрт Тумаристің ел аты, бұлар соның әулетлары, бұл жерде кер басып ала алмаған дегендей аз кем уақиялар айтылып кетіледі. Менің диққатым тапқан нәрсе бұның өзгешелігі неде? Ибраһим Юсупов сонда бар тарихи уақияларды із беріп қоя қойды ма, сонымен шығармасы құнды ма десек, яқ деген болар едім, себебі өзгешелігі таныс уақиялар, бірақ күтілмеген жұмақлар береді. Бұл меніңше шығарманың құндылығын асырса керек. Себебі жаңа ата баланың сөйбеті әжел ойпатлығына барады. Біз әмме жерде үйреніп қалғанбыз, не қылады? Бала тасты көреді, түсінеді һәм әкесін жасырады, ол әкесі кейін я бір жаудан аман сақтап қалады еді, я бір сусыздық болса құдықты тауып береді. Сондай бір ұнамлы бір уақия болатын болса, бұл шығарманың дәстепкі уақытынан бастап адамды қызықтырады, әке өлім ойпатлығына кетеді. Яқ, мен осы жерге дейін келдім бе, демек мен өлімге 100 тік қарап кетемен дейді. Ал баласына жаңа айтқандай мәңгі бұлақтың мәнісін көрсетеді, ал баласы еліне қарай кетеді. Демек бірінші күтілмеген жұмақ осы жерде көрінеді. Һәм бұдан шығатұғын тикарғы жұмақтың өзі негізінде адам уақыты сағаты жеткеннен кейін өлгені да мақұл дегенге ұқсаған жұмақтың өзінде Ибраһим Юсупов поэманың ішінде сөзбе-сөз беріп өтеді. Һәм осы рауаяттың өзінен келіп шығатұғын мазмұнды қазіргі күндегі тұрмысымызбен байланыстыратын болса, мемлекеттердің экономикалық жағдайына бұл рауаяттың әпсананың байланысы бар. Қай тараптан? Мәселен, қазіргі күнде Японияда халықтың дым көп жасауы, қопалып айтқанда дым көп жасауы, яғни 100-ден өткен халық санының тым көп болуы. Һәм осы нәрсе, яғни халықта минетке жарамсыз қатламның жас минетке ұқтылы қатламға қарағанда санының көбірек болып кетуі мемлекеттің экономикасына күшлі өзінің жаман тәсірін тигізеді. Һәм мысалыға сол Японияның өзінде 100-ден асқанлар көп, туылушылық аз. Һәм тікелей бұл нәрсе мемлекеттің экономикасына жаман тәсір етеді. Бұл дұрыс экономикаға жаман тәсір етеді, бірақ дегенмен осы нәрсенің моралдық тараптан алып қарағанда, моралдық, гуманистік тараптардан алып қарағанда негізінде қате нәрсе екенлігі, һәм бұл нәрсе біздердің қадіриятlarымызда да, дінімізде де, халықшылық өзлігімізде де, өзгешелігімізде де өз орнын тапқан, һәм осы рауаяттың өзі де осы нәрсені, яғни біздердің халық сипатындағы позициямызды өзінде сіңдіріп көрсетіп беріп тұрыпты. Бірінші шығартылған жұмақ сол, һәм сол диалогтың өзінде сондай нәрсе келтірілген, 50-10 жыл уақытың бар екен, 10 жылға шейін я хан өледі, я ешек өледі дегендей
бір гәп бола үйге қайта берейік деген гәп келтіріледі. Баласына. Һәм осы жерде осы я хан өледі, я ешек өледі деген фразаның келіп шығу тарихын айтып өтсек. Бұл нәрсе негізінде сол көпшілік күлкілі уақиғалар байланыстырылады Қожа Насырдинмен байланысты. Һәм бұнда уақиға қалай болады? Хан Қожа Насырдинға сондай тапсырма қояды. Еркек ешекті береді һәм оны 30 жылдың ішінде балалатып бересің деген шартты қояды. Һәм Қожа Насырдин мейлі мен сіздің айтқаныңызды істеймін, бірақ сіз маған сол 30 жыл давамында мен ханлардай өмір сүруім үшін, ішіп жеуім үшін, ауқатлануым үшін жететұғын қаражатпенен ғазинеден тәминлеп бересіз деп айтады. Һәм сол ешекті алып үйнеген кезде Қожа Насырдиннің әйелі сұрайды, сен не қылғаның, сен еркек ешекті қалай балалата жақсың, ертең істей алмайсың деген кезде Қожа Насырдин айтады, ішіп жеп жасай берейік, 30 жылға шейін я хан өледі, я ешек өледі деген жапты айтады. Һәм бұл нәрсе сол дәуірден бері фраза болып қалған сөз. Һәм осы нәрсе келтіріп өтілген. Һәм поэманың ішінде ұлын айтқанда терең түсіп қарай тұрған болсақ, өзінің астарына сондай көп нәрселерді жасырған ноқатлар әдеуір баршылық. Яғни меніңше автор айтпақшы, бұл дәстүр хан Асқар образында қалар сен жасаймын дегенше өзгереді. Себебі ешқашан дәстүрлер дәуірге арып бермейді. Дәуірлер өзгереді, ямас айтқандай жаңағыдай саясатлар өзгеріп отырады. Шығармадағы ең диққатқа лайық пікірлердің бірі бұл жасау, яғни өмір сүру. Македонский мәңгі бұлақ суын ішпестен бұрын оң алдына Сұлтан Сулайманның елесі келеді, яғни аты аңыз атшанаға айналып кеткен Сұлтан Сулайман. Сұлтан Сулайман Македонскийден бұрын бұл суды ішіп, мәңгі жасап, өзінің заманынан өтіп кетіп, достарынан һәммесінен айырылып, біреу жалғыз қалған болды. Һәм ақыры сүйе қалады, неше мың жыл жасап. Һәм бұндай аянышты өмірде ешқандай мазмұн, мәні жоқ екенін ескертеді. Сол кезде демек автордан бір белгі беріп кетеді. Шумақтан ба? Автор уақияның екінші ярымына, яғни түстен кейінгі процесс өтпей тұрып, бір белгі береді. Енді осы жерде Сұлтан Сулайманның мәңгі, мәнсіз, аянышты ахуалды жасауыменен шығармада бір мифологиялық образ бар. Сизиф мифте келтірілуінше ол жер жүзіндегі ең сұңғылық адам болған. Ол адам ешкі тәтті құдайларды алдайтын болған. Ол жер асты салдарының құдайы, өлім құдайы Аидты алдап, өлімінен құтылып қалған. Бұндай сұңғылығы һәм жаман іс-әрекеттері үшін Сизифті құдайлар қарғайды һәм оған ең ауыр жазалардың бірін береді. Сизиф таудың үлкен домалақ тасын таудың басына алып шығу керек болады. Таудың төмен бөлігінен жоғарыдан шыққан тасты жұмалатып алып шығып, енді шыңға жеттім дегенде тас және жерге домалап түсіп кетеді. Һәм бұл жағдай қайталана береді. Тасты алып шығады, жерге түседі, алып шығады, жерге түседі. Бұл іс-әрекетте ешқандай мәні жоқ. Ол я тастың астында қалып өлмейді, я шыңға шығып ақырына жетпейді. Енді Ибраим бұл мифологиялық образды бекер келтірмеген. Бұл жерде мәңгі бұлақ, мәңгі жасау темасы айтылмақта, демек бүгінгі тұрғысымызға да бір нәзер салуымыз керек. Яғни қазіргі жәмиетте сондай Сизифке ұқсаған беймәні һәм шегіне жете алмайтын мәнсіз іс-әрекеттер баршылық. Бұл хақында белгілі француз жазушысы Альбер Камю эссе жазады. Яғни Сизиф хақында миф эссесінде сол 20 ғасыр жәмиетіндегі адамлардың тұрмыс хақында, яғни адамдар Сизиф сияқты өзінің уақытын, күшін, қадірін жарамсыз, керексіз нәрселерге сарқылап отырғаны, өзінің ең жақсы дәуірлерін пайдасыз һәм мәнсіз істерге жұмсап отырғаны хақында пікір білдіреді. Яғни Сизифтің іс-әрекетіндегі мәнсіздікпен адамдар жасап жатқан дәуірдегі, жәмиеттегі инсандардың іс-әрекетіндегі мәнсіздікті өзара байланыстырып пікір білдіреді. Меніңше бұл қазіргі біздердің тұрмысымызға да әдеуір тура келеді. Себебі әр күні бірдей қайталанып тұрған өмір дерлік көпшілік 60%, 70% адамдардың бірдей арзу арманлары үй, машин, той, мереке,
Ямаса мәселен элементарны кылып алатыган болсак Reels, ямаса шортсларды көрүп отуруу, ямаса кандай да бир трендтин изинен кылуу, iPhone 14 алып турган кезде iPhone 15 чыгуу, 15 алып турган кезде 16 чыгуу, булма ушундай түзүлмөй турган, шегине жете алмай турган һәм эң ашынаарлы жери беймәни негизинде тереңирээк ойлоп караганда ол дәрежедегі күш қуатты уақытты сарыфлауға арзымай тұрған нәрселер адамлардың тек арғы өмірлік мақсаты болып атырғанлығы. Осы жерде де Ибраим Юсуптың данышпандығы көрінеді да, қараң қандай диалектикалық түсіндіреді. Бір жақта мәңгі өмір сүру арзусында жанып отырған патша менен Сизиф уақиғасы келтіріледі ғой. Демек, сен елі өзіңнің қысқа ғана өміріңді жаңа Сизиф сияқтылы бір мазмұнсыз істерге, ахметсіз істерге сарқылап жатсаң, сен мәңгі жасап неге еріспекшісің дегенде бір ұлым адамзатқа сұрау тастап кеткендей де көрінеді. Пайыманың ішінде және бір этибарыңыз тарту мүмкін болған, мүмкін енді һәмме де бұл нәрсеге төлеулемейтін шығар, менің өзімнің бәрі көзіме тасаланды һәм бұл негізінде поэманың өзінде де бұл қатарлар өзінің астына терең мәнісі жасырған, бірақ қазіргі күнде біздердің тұрмысымызбенен бір контрастты көрсетіп береді. Ол айтқанда Асқар Александр Македонскийдің алдына келген кезде сәлемдесу уақытында айтатұғын бір сөзі бар. Һәм соны әзіме оқып естіремін, мүмкін бұны көпшілік таныс шығар, қаяқтан таныс екендігі де оқығаннан кейін мәлім болады. Асқардың сөзі: самалды самал тербетер, самал бұлытты тербетер, бұлыт жаңғырды тербетер, жаңғыр көк шөпті тербетер, көк шөп биені тербетер, бие қымызды тербетер, қымыз жігітті тербетер, жігіт сұлуды тербетер, сұлу бесікті тербетер, бесік баланы тербетер, бала дүнияны тербетер. Патша орнынан тұрып: о, не деген құдіретлі сөз, Тәңірім. Аресту: инсан рухының көззалық күші, поэзия, табынамын мен саған. Яғни осы жерде Асқар келіп, сол Александр Македонскийға сәлем берген кезде, сіз сондай дүнияны тербеткен тарихи шақсылардың бірі, сізге сәлем болсын деп сәлемдесу сөзі. Һәм осы сәлемдесу сөзіне Александр Македонскийдің берген реакциясы: не деген ұлы сөз. Аристотель: поэзия ұлы күш, орнынан тұрып реакция берген поэмада енді Ибраим Юсуптың суреттеуі бойынша. Ал енді қазіргі күнде меніңше көпшілік біздерді көріп отырғанлардың есіне түсті. Бұны қазір мен оқып естіргенім көпшілікке танысам сез деген шығар, себебі бұны Миллион командасының концертінде, сол бір көрінісінде bir humorist tarafidan usul qatorlar atqariladi. Shamol shamolni tebratar. Shamol bulutni tebratar. Bulut yomg'irni tebratar. Yomg'ir maysani tebratar. Maysa biyani tebratar. Biya qimizni tebratar. Qimiz yigitni tebratar. Qimiz yigitni tebratar. Yigit suluvni tebratar. Suluv beshikni tebratar, beshik bolani tebratar, bola dunyoni tebratar deyishadi. Qay yerine payt tushiriladi u konsert davomida. Al xalq ham uni qalay qabullaydi, xalq ne narsaga kuladi, buni ne uchun humoristik to'pari aytib turibdi. Umuman o yerda qo'shiq qalay anglanadi ham o yerda qo'shiq qalay atqariladi. Al bu yerda qo'shiq qalay anglanib turibdi, ham bu yerda qo'shiq qalay atqarilib turibdi, ham bu yerda qo'shiqqa reaksiya qanday bo'lib turibdi. Menimcha o'sha narsaning o'zi Ибраим Юсуп buni жазған vaqtida o'sha qatorlarni so darajada ұлы сөз қылып көрсеткен һәм Александрдың, Аристотельдің бұл сөзге деген мөнәсәбәтлерінде сондай дәрежеде күшлі қылып көрсеткен. Ал енді қазір эрамыздан алдыңғы 300 жыл болатын болса, арадан сонша уақыт өткеннен кейін ямаса Ибраим Юсуп бұл шығарманы жазған уақытынан бастап есептейтін болсақ, бір әзірге шамалас уақыт өткеннен кейін ғаламалық көпшіліктің интеллектінің дәрежесі, сөздің құдіреті, адамдар сөздің астарын түсінуі, адамдар сөздің қадір қымбатын аңлау дәрежесі, сөзге сезімталдығы қаншалықты дәрежеде өскенін немесе түскенін мен тікелей ұнамсыз түсіп бермей қояйын. Меніңше сол концерттегі реакциядан-ақ біліп алсақ болады. Һәм бұл нәрсе әдеуір көп нәрселердегі, яғни осы әдебиаттағы, ұлына көркем өнердегі талғамның түсіп бара тұрғанлығын осы контрасттың өзі көрсетіп береді. Поэмада бұған ұқсаған гәп сөздер жоқ.
жай ғана поэмада тұрған қатар қазіргі күнге келіп қалай қабылданып жатырғанының өзі де біздерге әдеуір талғамның түсу дәрежесі аянышылы дәрежеде екенін ашып береді меніңше. Бұл да сол поэмадан қазіргі күнде оқып отырған кезде өздеріміз үшін өздеріміз шығарып алсақ болады ғой ма. Һәм бұл негізінде жаман сигнал, һәм бұл әдеуір көп нәрсені аңғартады біздер үшін. Ұлы патша Македонский һәм ұстазы философ һәм ғалым Аристотель сөздің күшіне құдіретіне тән беріп орнынан тұрып шапқылайды. Ал жаңа айтылған миллион командасының істеген көрінісі, яғни квендегі Аташ Хафыз еді. Соның атқаруында сөздің күші, оның сұлулығы поэтикасына емес, ал актердің істеген бел әрекетіне, масқарапаздығына, клоун іс-әрекетке күлуге. Сондай бұл. Поэмада және бір түсінік беріп өту керек болған, этимологиясын келіп шығу тарихын не үшін бұл бұл жерде тұрғанын түсіндіріп өту керек болған және бір ноқат бар, мифологияға байланысты. Яғни олар мәңгі бұлақтың суын ішіп, осы 3000 жылда оянған кезінде, қателеспесем Аристотельдің айтатын осындай қатарлар бар. Ертек инсан қиялының жемісі, қиялдан да озық қазіргі заман. Біз енді бұл әжайибат заманның өгей туған мәңгі Одиссейлер деген гәпті Аристотель сол біздер мына заманға жатпыз, бұл заманы адамдар менен біздердің тіл табысып кетуіміз қиын болуы мүмкін дегендей мәнісінде оянған кезінде айтқан гәпі бар. Һәм осы жерде сол өгей туған мәңгі Одиссейлері, Одиссей кімге өгей, осы нәрселерге меніңше түсінік беріп өту керек. Енді Ибраимович бұл шығармада мифологиялық образдарды шебер пайдаланған. Әрбір образды шығарманың сүйісінде қайсы нұқатына қою керек, һәм қайсы процеске маслап пайдалану керек, һәммесі орында берілген. Енді бұл жерде Аристотельдің өзі айтқандай, бұл дәл үшін өгей болады. Бұнда жаратылыстың заңын бұзу көбірек қатты алынған. Яғни Македонский Аяз ханның елін басып алған мақсаты мәңгі бұлақ суын иіру еді, оның үшін мәңгі жасау еді. Өз адамға қазір орта есепті 100 жас беріледі, 100 шекленген өмір. Бірақ Македонский сол табиғаттың, жаратылыстың заңын бұзуды қалайды ол. Соны бұзып өтіп, кейінгі дәуірлерді көру үшін мәңгі бұлақ ізетті таптырды һәм ішеді. Енді бұл жерде Одиссей образы, айым грек мифологиялық образдарының бірі, ол да Македонский сияқты табиғаттың заңдарын бұзбаса да құдайлардың заңын бұзады. Одиссей Троя ұрысында жеңіске еріскеннен кейін құдайлардан бас кешеді. Сол ұрыста Посейдон болсын, Зевс болсын, һәм басқа да құдайлар оған жәрдем береді. Яғни ілахи бір хайуанды жіберіп, Трояға атпен кіру үшін судағы мақұлықтың сеніміне кіруге, яғни әммесінде құдайлардың қолы бар да, Одиссейдің жеңісінде. Бірақ Одиссей жеңіске еріскеннен кейін мемелікке беріліп, Посейдонда да басқа құдайларды да мойынламай, мен өз күшім, өз ақылыммен жетістім, енді маған сіздердің керегіңіз жоқ деп әсеге кетіп қалады. Бұл ісі үшін құдайлар оны қарғайды, һәм Одиссей 20 жылға шамалас өз отанын итаға қайта алмайды. Аяған баласының алдына қайта алмайды. 20 жылға шамалас әрқилы атауларды бір ілахи күшке ие бір орларға барады, циклоптардың алдына барады, немесе сиреналардың алдына, хәтті жер асты салтанаты Аидтің алдына барып келеді. Яғни бұл жерде Македонский һәм Одиссейдің өзара байланысы Македонский жаратылыстың, яғни дүнияны жаратқан Құдай деп білеміз. Құдайдың, ал Одиссей болса, ол да құдайлардың қарғысына ұшыраған, олардың заңын бұзуға әрекет еткен. Табиғаттың, жаратылыстың заңын бұзған. Құдайлыққа ұмтылған десек болады, екеуі де себебі өзім қыла алдым деген, демек күш құдіреттің бәрі менде, себебі шығарманың Аристотель Александр Македонский айтады, мен сол Зевслердің, құдайлардың қасында болуым керек, мен ояқлардан басқаруым керек дейді. Себебі қасындаларым айтады, сіз сондай дүнияның яғын ереген патшасыз, мәңгі суды не қыласыз деген кезде, ол соған ұмтылғанлығы кейін Аристотель тарапынан шебер жумаған берілген, демек өзінің сөзіне жауап берілген. Бұл әлбетте Ибраим Юсуптың шеберлігі деп қайта айта аламыз. Бұл жерде сюжеттік тарапында әдеуір
тегісі білінбей тұрған дәрежеде сәйкестіктер бар. Ең текарғы оқиғаларды рауажландыратын һәм мазмұн беретін тарап сол үш образ деп ойлаймын. Яғни Александр Македонский, оның әскербасы Птоломей һәм ұстазы Аристотель. Яғни бірінші мұғалім атымен белгілі, бірінші мұғалім, яғни философ Аристотель. Енді не үшін деп ойладым, мысалы үшін шығарманы оқығанда білеміз, мәңгі суды Александр Македонский қалиды негіз. Бірақ үшеуі һәм ішіп келешекке түсіп қалу. Оларға мәжбүрлеп ішкізген. Мәжбүрлеп ішкізген, бірақ бұл сюжетте де негізі бір мазмұн бар, себебі бұлар қандай адамдар еді негізі. Енді олардың характеріне пікір білдіріп өтетін болсақ, Птоломей. Бұл, яғни өмірінің мазмұны ұрыс деп білетұғын, ұрыста жеңсем, адам өлтірсем, ямаса ішіп, жесем, бүгінім өлсе, хәзілікке берілсем, яғни таза ләззетленетін адам. Ал Македонский дүнияның ярымын иелеген хұкімдар. Бұл мақсаты не еді? Бұның мақсаты жоғарыда айтқанда құдайлыққа ұмтылу, яғни ол атақ абырайдың, мәртебенің, менмендіктің бір мысалы еді. Ал үшінші образ бұл Аристотель, яғни бұл ілім һәм білімнің адамы. Оның мазмұны, өмірінің мазмұны ілім деп білетұғын инсан. Һәм уақиғалар рауажында да жоғарыда да айтылды, тез үйренісіп кетуінде, олардың келешек өмірде оны аңлауында Аристотельдің қызметлері үлкен. Ол тез аңлайды, түсіндіріп береді һәм жасап кетуін аңсатластырады. Хәтта қызық сюжеттер бар. Аристотель сол 3000 жылда университетте өзінің поэтикасынан лекциялар оқып жүріпті. Музейде де сол поэтика кітабын шығармасын ұстап жүрген қызығушылық қалады. Сол дәуірдегі тілді, жазуды бірінші болып Аристотель үйреніп алады. Оқиды сол кездегі жазуларды. Һәм шығарманың ізінде бұлар бұл дәуірге бейгана екенін біліп, бұлар бір өзге сайяралы, өзге планеталы шығар, ямаса бір науқас шығар деп қайта-қайта тексеріп, олар кейін өзге планетадағы не дейді? Сүргінге жібереді, өзге планетаға. Бір зат дейді, жататын не? 15 күн жататын неме дейтін еді? Санаторий, ой кеме алам. Яғни оларды сол бір ауру шығар деп ойлап, санаторияға өзге планетаға жіберетін кезде де, егер диққатпен қарасаңыз, Аристотель қалады. Не үшін деп ойлаймыз? Себебі ол ілім тымсалы. Яғни әрбір дәуірде де Птоломей сияқты ләззетленуге, ямаса бағана Сизиф сияқты күнделікті ой істермен шұғылданып, сонымен қанағаттанатын адамдар һәм Александр Македонский сияқты атақ абырайдың ізіне қуатығын инсанлар һәм ілім, білім үшін жасайтын инсанлар бар, бірақ ең қадірлісі ілім адамы. Себебі ол әрбір жәмиетте, әрбір дәуірде өз орны табылады һәм сол жәмиет үшін керек деген бір ажайып жұмақты бергендей болады. Сол орында автордың оптимистігін айтып өту керек. Яғни 80-ші жылдар қарба халық үшін, орта азия халықтары үшін ең ауыр дәуірлердің бірі. Яғни бұл дәуірде арал апатшылығы басталды. Арал апатшылығы негізінде 60-шы жылдардан белгі беріп басталған, бірақ 80-ші жылдарға келіп, ол қаужалған һәм саяси мемлекеттік машқа дәрежесіне көтерілген. Шайыр Ибраһим Юсуптың осы поэмасынан хайран қалған тәріптердің бірі 80-ші жылдары қарба поэзиясында 80-нің ақырында һәм 90-ның басында көбірек арал апатшылығына арналған шығармалар көп болды. Поэмалар, қосқылар, Жаудырбай Сейітов бола ма, Бақтияр Генжебаевтан басқалар. Бірақ көпшілік шайырлар арал апатшылығын қосықта келтірді. Өзінің қосығында элегиялық мазмұнда жазды, элегия жанрында жазды. Ал Ибраһим Юсуп оны 81-84 жылы жазылған поэмасы. Мәңгүлік поэмасына келтірген. Һәм Ибраһим Юсуп бұл жерде тек арал апатшылығы басланды, сондай халықтың басына ауыр жағдай түсті деп бір наурыз қалатынды жазбаған. Ибраһим Юсуп келешекте көріп, сезіп білгендей, аралдың құрып сондай жағдайға түсетінін алдынан сезгендей, келешекте арал толтыруға болады, яғни ілімнің арқасында техникалармен океан суларын керек болса алып келіп аралға құюға болады. Бұл машқалы емес деп келешекке үлкен сенім білдіреді. Оптимистік көзқараста бақылайды. Яғни елі ол арал апатшылығы глобал проблемаға көрінісіне өтуін білмей тұрып, өткенін һәм оның шешімін беріп кеткен шайыр шебер. Көркем әдеби шығармада шешім. Әлбетте, көркем әдеби шығармада бір нәрсеге осы жерде тоқталып өту керек. Яғни футурология деген ілім бар, яғни келешек хақында болжамлар беруші ілім. Ол тек қана негізі сол философия, социология, экономика сияқты ілімдерге сүйеніп келешек хақында болжамлар береді.
бірақ футурологияда сондай бағдарам болады екен, яғни тарихи өтмішке сүйеніп келешекке болжам беру. Біз Ибраим Юсуповтың шығармаларында тек қана бұндай емес, көп қана бейнелерді көруімізге болады. Яғни осы халықтың ұлы өтмішін көрсетіп, соған сүйеніп, келешекке жақсы болжамлар береді. Оның айтқандай екінші гимні болып кеткен халқымыздың бұл жерге де зор болады қосқанда, мен сол идеялар жоғары дәрежеге көтерілген һәмме айтады бүгінгі күнде. Болжаушы шайыр алдын болжап кеткен. Бірақ оның негізгі тикарлары һәм өзінің айта жақ ойлары осы поэмада тереңірек сәулеленген көруімізге болады. Футурологияда да сондай тәрбиелерге диққат қаратылған, яғни ненің есесіне, ілімнің, білімнің рауаждануы есесіне. Һәм Аристотельдің саяхаты нені білдіреді? Ілім бұрыннан бар, оның рауажданып келуі бүгінгі күнге масласып, әрбір дәуірде ол сол проблемаларға шешім беріп кете береді деген бір жақсы жұмақ беріп отырыпты. Яғни бұл гуманистік жақтан да, бұл және моралдық тараптан да, мысалы үшін адамдарды ілімді қадірет қылуға, оны үйренуге, елеуге шақырып атырғандығын да көрсек болады. Бүгінгі сөйлейтіміз дауамында біз Мәңгі бұлақ шығармасының ішіндегі философиялық пікірлерді өздеріңіз көре алған, аңлай алған хикметлерді ішінен шығарып алып, өздеріңіздің көзқарасымыздан өздеріңіздің пікірімізді беріп өтуге әрекет еттік. Һәм бұл жерде жоғары ынтымақпен анық бір нәрсе, яғни біздер көре алмаған, немесе көре алған болсақ та, қазір айту есімізге түспеген ноқатлар бар екенлігі жүрек, көп екенлігі анық. Һәм сол тараптан алып қарағанда да Мәңгі бұлақ бұл көркем әдеби шығарма. Һәм бір нәрсені есіңізде тұтың, ілми кітапты, ямаса психологиялық кітапты, басқа түрдегі кітапларды кімдір сіздің орныңызға оқып сізге айтып берсе, сіз жеткілікті пайда алуыңыз мүмкін. Ямаса мәселен сол кітап туралы YouTube'дан бір видео көрсеңіз, сіз сол кітаптың мазмұнынан алуыңыз керек болған пайданы ала алуыңыз мүмкін. Бірақ көркем әдеби шығарма, бұл поэзия болсын, поэма болсын, роман болсын, повесть болсын, ешқашан сіздің орныңызға басқа біреу оқып бере алмайды. Һәм қазіргі күнде жүре көпшіліктің арасында жүрген пікірлер, киносын көру деген мәселе. Сіз киносын көрген кезде мүмкін режиссердің көзқарасындағы, ямаса ол сценарийдің, шығарманың өзін киноға баслап, сценарийлестірілген автордың көзқарасын көресіз бәрібір. Себебі ол сахналастырылған, экранластырылған. Бірақ көркем әдеби шығарманың өзін оқығаныңыздағыдай тәсірді ала алмайсыз. Себебі режиссер, ямаса сценарий авторы сіз көруіңіз мүмкін болған, авторы беріп қойған нәрсені көре алмаған болуы мүмкін. Сондықтан да шартты түрде көркем әдеби шығарманы һәм әсіресе Мәңгі бұлақларды бүгін біз қолымыздан келгенше осыншама мәністерді шығарып жеткізіп беруге әрекет еттік, бірақ бұдан басқа да өзінің астарына жасырған мәністер бар екендігі анық. Сондықтан да Мәңгі бұлақларды һәм ұлы көркем әдеби шығармаларды көбірек оқуды ұсыныс етеміз. Кітап оқудан ешқашан шаршамang. Һәм сөзіміздің жұмағында және бір мәрте ескертіп өтеміз, бізді қолдап қуаттылығы үшін һәм видеомызды көбірек адамдар көру үшін біздің каналдарымызға ағза болың, лайк басың һәм де өзіңіздің пікірлеріңізді комментарий бөлімінде жазып өтуді ұмытпаңыз. E'tiborыңыз үшін рахмет.